Достар, міне кәріс сандарын аяқтадық. Енді Қытай сандарына, яғни Қытай цифрларына өтетін боламыз. Енді қайталап өтейік, Қытай сандары қай кезде қолданылатын еді? Бірінші, мысалы, ақша санағанда. Мысалы, 1000 вон, 10.000 вон деген сияқты. Екінші, адам жасын саль деп емес, кәрісше сә деп айтқанда, яғни Қытай тілінен еніп тұрған сә деген сөзі болғандықтан, осы адам жасын айтқанда сә деген кезде ғана осы Қытай цифрларын, Қытай сандарын қолданамыз. Саль дегенде емес, саль деп тұрса, саль деп айтқыларыңыз келсе адам жасын, онда корей сандарымен ғана айтамыз. Яғни ишип сә 23 жас. Сосын Қытай цифрлары қолданылады қай кезде? Температура айтқанда. Мысалы, біз температура айтқанда жай ғана сөзбен жазып жүрмей-ақ, градус деп жазбай-ақ, осы белгіні жазып қоямыз. Ал Қытай сандарында бұл градустың орнына мынау ту деген сөз қолданылады. Мысалы, самшип, 30 градус деген сөз. Сосын ай, күн, бүгінгі күн, датаны айтқан кезде қолданылады Қытай цифрлары. Мысалы, оғыл, шепчел, ил, 17 мамыр. Мысалы, сауыл, сәуір деген сияқты. Қазір Қытай цифрларының барлығын міндетті түрде айтып өтеміз. Сосын минут секунд айтқан кезде сағат емес, сағат айтқан кезде қасына бірінші корей санын айтамыз. Сосын барып, осы минут секунд айтқан кезде Қытай цифрларымен, Қытай сандарымен қолданып жазамыз. Сонда 20 минут деген сөз. Сосын өлшем бірліктер, яғни килограмм, метр, сантиметр, литр деген сияқты. Сосын және телефон нөмірлер және тағы да басқа барлық маңызды айтылатын санға байланысты санақ жүйелерінің барлығы, осы қалғанының барлығы Қытай цифрларымен, Қытай сандарымен айтылып жазылады. Қытай сандары көп жылда қолданғанымен олар 0-ден шексіздікке дейін кете береді, яғни 0-ден екі түрлі айтылу жағдайы бар. Мысалы, йон және кон деген сөз. Енді 1-ден 10-ға дейінгі айтылуын, жазылуын айтып өтейін. 1 ил, 2 и, 3 сам, 4 са, 5 о, 6 юк, 7 чил, 8 пал, 9 гу және 10 шип. Енді осыларды жазып, жаттап, тезірек айтуға, яғни тілдеріңіз жаттығуына септігін тигізеді, тезірек айтып үйреніңіздер. Йонгон, ил, сам, са, о, юк, чил, пал, гу, шип. Енді міне жанына 11, 12 және басқа сандардың ондықтармен қосылуын айтып көрсетіп жазамын. Енді 11 қалай жазылады? Кәріс санау жүйесі сияқты ол да 10 бірінші жазылады, сосын 1 саны жазылады. Сонда 10 дегеніміз қандай еді? Шип. 1 дегеніміз ил. Сонда шип ил 11. 12 дегенде дәл солай кәріс сандарына ұқсас. Бірінші 10 саны жазылады, 10 дегеніміз шип, 2 дегеніміз и. Шип и, шиби. Ондықтар сәл басқаша келеді, яғни 20-дан 90-ға дейінгі санау жүйелері сәл басқаша. Мысалы, 20 дегеніміз кәріс сандарында мүлдем басқа атау еді. Ал кәрісше мұнда бірінші 2 санын жазамыз, 20 деп айту үшін 2 дегеніміз қайсы еді? И. Сосын 10 деген сан жазамыз, 10 дегеніміз шип, яғни и шип. 20 деген сөз. Дәл солай 30, 40, 60, 90-ға дейін кете береді. Мысалы 30, бірінші 3 сан жазамыз, 3 сам, келесі 10 жазамыз, шип. Сам, шип, 30, сам, шип. Енді сәл күрделі болатындай 67 деген санды қарастырайық. Бірінші жазылады, дәл мыналар сияқты, 20-30 сияқты бірінші бірлік сан жазылады, яғни 6. 6 қандай еді? Юк жазылады, сосын 10-дық сан жазылады, 10 дегеніміз қайсы еді? Шип. Юк, шип, сосын 7-ін жазамыз, 67 болу үшін 7 дегеніміз чил. Сонда мұнда мынау 6, мынау 10, мынау 7. Сонда 67 болу үшін 6-ны жазамыз, 10-ды жазамыз, сосын 7-ні жазамыз. Дәл сол сияқты 45, сосын 45 дегенде мысалы қайсын жазамыз? Бірінші 4, сосын 10, сосын 5 санын жазып 45 айтуымыз үшін осылай жазып көрсетеміз. Яғни бұлар сәл кәріс санақ жүйесіндегіне қарағанда жаңа айтқанда сәл өзгешерек.
Достар, міне енді Қытай сандарының ондықтарына да көшеміз. Мысалы 20 деп айту үшін қалай еді, жаңа айтып өткенімдей 2, сосын 10 санды қосатын болсақ 20 деген сөз, яғни ишип деген 20 деген саны шығатын еді. Соны айтып түсіндірейін, айтып өтейік, айтылуымен жазып алыңыздар. 20 ишип, 30 самшип, 40 сашип, 50 ошип, 60 юкшип, 70 чилшип, 80 пальшип, 90 мушип және 99 деп айту үшін 9, сосын дәл 10-да айтатын болсақ гушип, яғни 99. Гу дегеніміз 9, шип дегеніміз 10, сосын тағы да гу дегеніміз 9, сонда гушипу 99. Енді қасында 100, 1000, 10 мыңдықтарды жазып айттым. Бұларда да ескеретін маңызды ескертпелер бар. Яғни 100 дегеніміз пәк деп айтылады. 200 деп айтатын болсақ, бірінші 2-ні жазамыз, қасында 100. Сонда 200 деп айтатын болсақ, ипәк. 1000 деп айтатын болсақ, чон деп қасында жазып қойдым. 10 мың деп айтатын болсақ, ман, яғни 10 мың. Сосын енді айтатын маңызды ескертпе, мысалы 50 мың деп айтатын болсақ, біздікі сияқты бірінші 50, сосын мыңды қосып айтпаймыз. Бұларда санау жүйесі сәл басқаша. Біз былай 50 мың дейтін болсақ, 50, сосын мыңды қосып айтамыз, 50 мың. Ал бұларда керісінше сәл басқаша. 50 мың деп айтатын болсақ, бірінші 5 санын айтамыз, сосын 10 мыңдықты айтамыз. 10 мыңды қалай айтылушы еді? Жаңағыны айттым, ман, яғни 5 дегеніміз бірінші 5 саны о, сосын ман. О, ман. 50 мың деген кәрші осылай болады. Біздікі сияқты сандарды білемін деп қателесіп айтып жүрмеңіздер. 50 мың деп айтатын болсаңыз, 60 мың деп айтатын болсаңыз да, мысалы 60 мың айтатын болсаңыз, 60 мың деп емес, мұндағы 60 мың. Юкшип ман деп емес, ол қате болады. Юк ман десеңіздер болды, 60 мың деген сөз шығады. Достар, видео ұзаққа созылып кетпес үшін дата, яғни күнді айту, сағат, минутты айту, айлар мен апта күндерін айту деген сияқты тақырыптарды келесі сабаққа қалдырамын, яғни кеңінен түсінікті етіп түсіндіру үшін. Достар, осы сандар тақырыбы және басқа да маңызды тақырыптағы сөздіктер кітапшамды әлі алмаған болсаңыздар, инстаграмыма тіркеліп, директке плюс бассаңыздар, осы қазақша корейше сөздік кітапшамды тегін сыйға беретін боламын. Сабақ қызықты әрі пайдалы болды деген сенімдемін. Егер видеоны ұнаған болса, лайк басып, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше, аньон.